Ержігіт пен Мадина тәтті шайға дайындық. Сүйінші ағайын. Ержігіт пен Мадинаның махаббат хикаясы, тәтті кездесулер мен тәтті шайдың ауылы алыс емес екендігін көрсетеді. Күнделікті нағыз романтикаға толы ержігіттің Мадинаға деген нақты қадамдары көрермендер мен желі қолданушыларын қуантады. Ержігіт Ханзаданың Мадинаға деген көзіндегі жанып тұрған сезімін ержігіт әлеуметтік желі арқылы жариялады. Ержігіт, бүгін бір кездесуге бара жатырмын, кіммен деген? Ол әрине осы кісімен. Басқа кіммен кездесемін? Жақсы отырыстан кейін жаймен малышты алып кетіп үйге шығарып салайын деп атқан жайым бар. Деп ержігіт Мадинаны иіскеді. Тәтті иіс деп махаббаттан олардың көздері жанып тұрды. Желі қолданушылары тәтті шай жайлы жарыса жазды. Ханзада мырза тәтті шайдың ауылы алыс емес деді. Сонымен қатар көрермендер Мадина мен ержігіт жайлы жарыса жазды. Мадина, сен ақылды болсаң, еш уақытта қызғанба. Толық сенімді бол, таңдаған жігітің ақымақ емес. Жақсы жұп, бақытты болыңдар. Мадина ержігіттің сыйлығы үшін жүр ғой. Сосын қолдаушылар сыйлық жолдап жатады, сол үшін де жүр, өмір сыйлыққа тоймайды, алғанды жақсы көреді. Ержігітті сол үшін пайдаланып жүр. Мадина, әр нәрседен ілік іздемей, осы сәттермен бақытты болып жүрмейсің ба? Анау не то, мынау не то деп араларыңды суытып аласыңдар ғой. Ержігіт, тез-тез қолыңа қондыр енді. Ержігіт үйленбейді ау, осы қызға жасы болса келген. Осылайық 2 айда бітіп жатса, келесі сезонға қала ма, түсінбедім. Ержігіт, бір тормыз екенсің. Мыжылып созылып жүрі бересің. Ендігі сезон қатысушы болып тағы келетін сияқты. Бірге болыңдаршы жандарым. Екеуің бір-біріңді сыйласаңдар, түсінсіңдер, сонда бәрі жақсы болады жандарым. Сендер үшін көремін қосылайықты, тілекші апаң. Басында жақсы еді, ал қазір онша емес. Ержігітке ақ жарқын лайықты. Ержігіт Мадина, молодец, бақытты болыңдар жандарым. Деп жарыса жазды қолдаушы көрермендер. Ержігіт пен Мадина бақытты болсын.